Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Гүлнұр. Бүгін біз осындай дамские пальчики деп аталатын десертті дайындаймыз. Бізге бірінші этапқа 200 мл су, 200 грамм сливочное масло және щепотка соли. Кастрюльді отқа қойып, суымызды қойып, тұзымызды салып, одан кейін сливочное маслоны салып, барлығын бірге ерітіп аламыз. Ал әзірге май еріп жатқан уақытта менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Май осылай толықтай еруі керек, қайнап тұрады. Астын отын ақырындатып қоямыз. Ақырындатып қойғаннан кейін екінші этап, ол бізде 8 столовая ложка ұн. Оны бірден салмаймыз. Ақырын 3-4 чайный ложкадан бөліп салып отырып араластырамыз. Венчикпен немесе вилкамен, өзіңізге қалай ыңғайлы, миксермен болса миксермен араластырып аласыз. Барлық ұнымызды толықтай салып біткен кезде бізде осындай тесто пайда болады. Енді бұл дайын болған тестаны суытып алуымыз керек. Толықтай суы қажет. Енді ол тестамыз суығаннан кейін үшінші этапты бастаймыз. Бізге ол үшін 4 жұмыртқа керек. Жұмыртқаны да жаңағы ұнды қосқандай бірден салып жібермейміз, бірден саламыз. Тестаның толықтай суығанына мән беріңіз, өйткені жұмыртқа пісіп кетуі мүмкін. Жұмыртқаларды кезек-кезектен салып отырып осылай миксерлейміз. Бір ескерте кететін жайт, егер де сізде ұныңыз тым көп салынып кеткен жағдай болса, тағы да бір жұмыртқаны қосып жіберуге болады. Ол қатты бір рөл ойнамайды. Міне бізде қою сметана сияқты тестамыз пайда болды. Қасықпен ақырындап пергамент қағазының үстіне жарты чайный ложкадан орналастырып шығамыз. Осы уақытта 200 градусқа пешіңізді қыздырып қойсаңыз болады. Тестамызды орналастырып болғаннан кейін қызып тұрған пешке саласыз. Тоқаштарымыз пісіп шыққанға дейін біз кремімізді дайындаймыз. Крем үшін бізге 200 грамм сахарный пудра және 500 грамм сметана. Менде дүкеннің сметанасы 20%. Егер де сіздерде сахарный пудра болмаса, кәдімгі қантты қолдана бересіздер. Барлығын қосып, жақсылап араластырасыздар. Бізде крем дайын. Оны холодильникқа салып қоясыздар. Міне біздің креміміз дайын. Біздің оттан тоқаштарымызда міне пісіп шықты. Барлығын тарелкаға орналастырып, толықтай суытамыз. Егер толықтай суытпайтын болсақ, біздің холодильниктен шыққан қаймағымызбен бірге ол еріп, креміміз осындай әппақ болмай қалады. Ол еріп кеткеннен кейін түсі жоғалып, тек қана нандарымыздың түрі ғана қалып қалады. Сол үшін екеуінің де толықтай суық болғаны жөн. Асықпай тоқаштарды толықтай суытып алып барып, кремге араластырасыз. Міне тортницаға жақсылап барлығын орналастырамыз. Одан кейін бетін әрлеуге кірісеміз. Менде шоколад пайдаланылды. Сіздер өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Аз болсын.